Сәлем достар! Бүгін сіздермен Сара. Және мен Ботагөз. Біз бүгін Тараз қаласындамыз, қонаққа келдік. Және де біз бүгін Вимания деген магазинге барып косметикалар алдық, өзімізге қажетті. Тараз қаласында Барт деген торговый развлекательный центр бар екен, сол жақтан алдық. Не ары кетсе 5000 теңге. Ну, 5000 теңге болғанда тональный сондай ақшада да. Қымбат емес, қолжетімді бағадағы косметикалар. Біздің ең қымбат алған біздің өзі 3,5 болды. Иә. Қалғаны өте арзан. Ең қымбаты еще тональный болды бізде. Ол 3,5, не? Иә. Давай, ашайық. Бірінші неден бастаймыз? Бірінші біз мицеллярная водадан бастаймыз. Гарнир аты және косметика дегенде беті жууға арналған. Бұл гарнир мицеллярная вода, это у нас жақынырақ көрсет. Это у нас ішінде роза бар, розаның сығындысы, суы, күнделікті макияж жақпай жатып, бетті тазартып алып, одан кейін барып жақсы, вообще күшті жағылады, ешқандай микроб, ары қарай ешқандай угли шықпайтын болады, міндетті түрде. Және де біз бұны 1400 теңгеге, небәрі 1400 теңгеге алдық. Гарнир фирма, российская фирма. Ары қарай біздің көрсететініміз крем. L'Oreal. Вот, L'Oreal крем, ішінде әжімге қарсы гиалурон бар, және де дневной SPF 20 бар. Бетті міндетті түрде жаққаннан кейін ағартады. Мына қызында бетінде де бар, менде де бар. Және косметика жақпас бұрын алдында да жағуға болады. Иә, бұны негізі лучше косметика жақпай тұрып, база ретінде қолдансаңыз, вообще күшті жағатын болады. Ашып көрсетейін, если хотите. Вот, она новая, стали ашылмаған, гиалуроновый. Вот. Хорошо. Бізде және тағы да Ямурдікі бар. Тоже база бұл. Бетіңізге косметика жақпас бұрын жағуыңызға болады. Биамур. Кому видно, короче, чтобы осветление слишком как-то. Биамур. Фирма корейская это у нас. Так, бұны біз база ретінде жағамыз. Мен бұны қолданамын, небәрі 1990 теңге тұрады. Небәрі өте арзан тұрады. Өте қымбат емес. Дальше у нас ухочистка. Ухочистка алдық. Обычная вещь, где вот қолданады. Ухочистка, что делаем, угадайте, деймін. Ухочистка. Ауранікі өте жақсы сапалы. Өте жақсы. Аура негізі крем, любой нәрсе болсын, ауранікін алсаңыздар вообще күшті көмектеседі. Өте сапалы. Сапалы деген ғой. 800 ба сондай ғана болды. Иә. Ал үлкендері 10,5 ба сондай болды. Бұдан үлкен недегісі болды тоже. Және Левонка крем жай болды. Пантенол ішінде пантенолы бар, для рук. Вообще пантенолы бар кремдер өте жақсы жүреді. Қолға ешқандай жара, ештеңе түсірмейді. И то жара түскеннің өзінде де оны күнделікті жағып жүретін болсаңыздар вообще күшті. Бұл сухой кожаға арналған. И бұл крем негізі техничка болып, пол жуып, посудомойка болып істейтіндерге өте жақсы. Андай кешке жатарда және қолдарыңызды жарылып кеткен қолға жақсы. Жарылып кеткен, сырылып кеткен қолдарға өте күшті көмектеседі. Және де міндетті түрде қараңыздар. Кремнің артқы жағында мынандай жасыл түсті знак тұр ғой. Ол табиғи деген сөз. Шөптермен істеледі, түрлі минералды таза заттар болады деген сөз ішінде. Ал егер қара болатын болса, это фирмасы жаман, качествосы быт-шыт, ешқандай көмегі жоқ крем сондай болады негізі. Бізде тағы да 2-3 не бар? Бетке жағатын тональный бар. 3 тональный. 3 тональный алғанбыз. Аттары қандай? Катрис. Және анау Алмат деген. Менің қолданып жатқаным бүгінгі. Қазір бетіндегісі осы. Иә, мен қазір мынаны жағып алдым. Негізі өзім ақпын. Міне 0,10 Катрис. Өте жақсы жағылады. Беттегі нелер дақтарды жасырады. Қарап көрсете салайыншы, шығарып болшы мына. Және де қазір мен бетімде осы. Байқасаңыздар, угрилар нелерді жасырған. Алмат па, мы, конечно, на английском не знаем, прям хорошо. Но тоже фирма Catrice, мынаның фирмасы, но название Алмат Shine Control. Вот, 0,27 тонн, мына қыздікі, өзі енді тонны кішкене қоңырлау, қара торлы келген қыз, как бы бетіне өте прям сай, әдемі болып түсті. Екеуміздікіне де. Чем выше цена, осындай
тональный сондай заттардың чем сапасы да күшті бола бастайды. Негізі, как говорится, я не настолько богатая, чтобы покупать дешевые вещи дейді ғой. Негізі қыздар, әйелдер сондай болған дұрыс. Чем өзіңе жақсы қараған сайын, өзіңді любить ете бастаған сайын, самооценка бірінші көтеріледі, өзіңді жақсы көре бастайсың, и айналаңда да саған уважение бола бастайды. Сол үшін қыз келіншектер өздеріңізге қараңыздар, өздеріңізді ұмытпаңыздар міндетті түрде. Ал бұл бізде мен бұны 3,5 теңгеге алдым, Catrice 010 тоныншы 3,5 теңге. 3,5 теңгеге болды, 3200 болды ма? Я, менікі кішкене 200 теңгеге қымбат всего лишь, 200 теңгеге. Екеуі де стоящий, прям всем советую. И Evelyn косметик мейкап инновационная. Вот, бұл негізі мына тоннан да қара тон, надан да қара тон. Мен неге келді өзім ақ қызып, қара тон аған ғой. Я, бұл негізі ошибочно қара тон аған өзіне. Одан кейін мен бағана ал дегеннен кейін вот мына фирманы жаңағына алды. Бірақ егер қара торлы сондай қыз болатын болсаңыз, осыны алғаныңыз дұрыс, оны барлығы біледі. Наоборот, ақшылда ол кішкене сәл неде көргіңіз келсе, алса болады. Иә. Бізде сосын помадалар алдық тағы. Помада алдық біз. Екі бірдей помада. Біреуі матовая помада. Екеуі де матовый. Фирма Catrice тоже матовый Pro Ink, non трансфер, говорится. Вот, как говорится, все видно. Мынау карандашы, сыртынан сәл алманы, ішінен бояуға болады. Менде қазір осы помада екеуіме сызған, байқасаңыздар. Видите, как карандашпен красиво и четко. бояған, ал сыртынан Вот. маған сыра бояп берді. Вот. А дальше у меня кушон Magic. Бұны SPF елу бар. Бұны барлығы біледі. Российская фирма емес, а корейская фирма. Тоже хорошая, но ары кетсе 1200, сондай ақша тұрады. Ну, бұны бюджетный вариант ретінде ала салдым, на всякий случай. Ну, желательно тоже қолданбағандарыңыз дұрыс, потому что чем выше цена, качество тоже такая дейді ғой. Так что покупайте себе жақсысын. Бірақ бағалары арзан болса да, качестволары жақсылар да бар. Например, вот этот. Вот этот Vitex Ideal Whitening. Бұны менің мамам қолданады көбінесе. Көрмей ма? Солайрақ түсірсек кішкене. Былай өзіне қарай кісесі. Вот. White Meat, дневной крем, любой жасқа арналған, любой кожаға, особенно жирный кожаға өте-өте жақсы болады. Кешірім сұрайын, просто біздің тамағымыз ауырып қалды. Кішкене жол жүргеннен кейін ба, сәл тамағымызға суық тигізіп алды. Сосын бізде мынандай 3 бірдей контурлар, көзге жағатын косметикалар бар. Бірақ біз мынаны бір неден алдық. Бір жерден барлығын. Бірақ просто алған жеріміз бөлек. Біз мынаны Астанада алған болатынбыз. Біз бұны алғанымызда где-то кем дегенде, менікі лично говоря, если честно, 3 года. 3 года. Менің алғаныма 3 жыл болды, мен өзімнің кішкентай қызым бар, и ішіндегісін барлығын шықып шықты тастағаннан кейін вид осындай болып қалды. Бірақ өте With Me фирма өте-өте жақсы, ішінде түрлі нюдовый жақсы нелер түстер бар. Вот тағы да көрсете салайын. Как видно? Видно? Вот. Және тағы да біреу. Осындай. Енді бөлініп қойған. Я, бұл енді кішкене бөлініп қалды. Бұған да енді тоже самое, сонша жыл болды енді. Вот, бірақ, качество вообще күшті. Мынаның бағасын мен 2700 теңгеге алғанмын. Ал мынау ары кетсе 3800 теңге болды осының өзі. Фирма NYX. Мына жерде бізде бетке жағатын контурлар. Алғанымызға болады, бұларды тоже бір ненікі. Бұл да тоже 2000-дай ма, сондай болды. Я. Дальше у нас, как говорится, кисточка, өзім үшін начинала салон, күнделігі там пудра, хайлайтер, всякие жақтыру үшін. Дальше у нас... Бізді, конечно, Шанелдің тушы бар. Да. Осындай. Шанелдің тушы. Өзімнің кірпігім. Өте жақсы. Менде де қазір сіздерге көрінді ме көрмеймін. Осы Шанелдің тушы. Қарашы, көздеріңіз, вот, үстіп жұмсақ көзіңізді көрінеді. Видите? Осының глатауымен қоса. И Lash Brow. Бұл қасқа, кірпікке, түнде жағылдатсаңыздар өседі бір айдың ішінде. Өте жақсы. Бұл негізі 1400 теңге тұрады. Гель бұл. Обычный гель, но это как помогает вообще классно. Сосын тағы да.
ол касты боямауға арналған. Бірақ менде жүрген кезде біраз болды. Бірақ пайдаланып көрген жоқпын дей береді. это новое. Даже ашылмағанда жаңа ғана аштық. Теңдеттілген енді. Мәдір қайсы. А дальше у нас этот. А дальше у нас все. Дальше у нас все. А, нет, не все, стойте. У нас дальше Кариттың фирмасы Lip Maximizer. Lip Gloss. Бұны барлығы біледі, особенно қыздар. Мен негізі өзімнің ернімді мен негізі сүрткем. И мен үстіне тоже мынандай гель алғанмын. Осыны жақсаңыздар ашытады прям. Бірақ ерніңіз әжептәуір одан бетер ісіп, әдемі болып қалады. Любой мейкап істейтін кезінде вообще күшті көмектеседі осы. Цена всего лишь где-то 2,000-2,500 теңге. Дальше у нас комплимент фирма спрей объем для укладки волос. Укладка істейтін кезінде штып сеу керек полный жағынан. Бірақ прям мынандай жеріне сеппеңіздер, потому что сепсеңіздер майлы болып қалады. Лучше мынандай ұш жақтарына, сол кезде ұштары андай сынып кетпейді. Істеп атқан кезінде. Эффект пушап береді. Дальше у нас хайлайтер. Где у нас хайлайтер мен жаңа? Да, вообще не керек. Бердім ғой мен саған. Саған еді ғой сен маған? Дальше у нас хайлайтер. Түсін көрсетейін, жылтырлап тұрады прям. Вот, у нас хайлайтер. Цвет такой хороший, сарғыш. Да. Алған затында да жүріп түсіріп, ты чё? Мен осы байқап қойды сені етіп оказывается. Біз жаңа жолда келетқанда ұрмағамызғы заттарымызды. Сол кезде мынау сынып қапты, оказывается, сол екен. Ну ничего, зато есть. А мынамен тоже можно использовать так, осы жағып, равномерно былай істеу керек. Сол кезде әдемі жағылатын болады. Вот, на этом у нас все, девочки мои. Үнемі өздеріңізге қарап, барынша әдемі болып жүруге тырысыңыздар. Чем выше цена, качество тоже такая жақсы болады. Сен не айтасың бітіңіз? Сол? И бізге баға беріп, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерден көп лайк и комментарий күтеміз сіздерден. Сіздердің қолдауыңыз біз үшін важный, өте қатты. Және тіркелуді ұмытпаңыздар. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Үнемі бізді көріп қолдап жүріңіздер. Всем удачи, спасибо большое, что с нами были до конца. Пока. Аштан сау болыңыздар. Келесі кездескенше. Біз